Баршаңызға қайырлы күн, құрметті мен оқырмандарым. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ үлпілдеп тұратын булочкилер дайындайтын боламыз. Міндетті түрде менің рецептім бойынша дайындап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Ендеше ең әуелі жылы сүтке жылы су құямыз, яғни 50-50 етіп, және де құрғақ ашытқы саламыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан соң қант себеміз, тағы да жақсылап араластырамыз. Барлық керекті заттардың мөлшерін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қоятын боламын. Жарты шай қасық тұз және сұйық май қосып, тағы да бір жақсылап араластырып, соңында аз-аздан ұнды қосатын боламыз. Видеоның астындағы описаниеге мен ұнның мөлшерін 500-520 грамм деп жазып қоямын. Менде шамамен 500 грамм ұн кетті. Сізде сәл одан көбіректеу, яғни 520 грамм ұн кетуі мүмкін. Бізде қамырымыз қолға сәл жабысып тұруы керек. Ұнды өте қатты тым қосып жібермеңіз. Қамыр сәл қолға осылай жабысып тұрса, жақсы көтеріледі. Булочкилер жұмсақ болып шығады. Енді қамырымыздың бетін жауып, 1,5 сағатқа көтерілгенше жылы жерге қоятын боламыз. Осы уақытта булочкиміздің ортасына жағатын ірімшікке қант пен ванильді қант қосып, шаншқымен жақсылап барлығын езіп араластырып алатын боламыз. Мінекей 1,5 сағат ішінде менің қамырым көтерілді. Бетін ашып, қолыммен 2-3 қайтара басып илеп, азғантай ұн сеуіп, қамырымды видеодағыдай жазып алатын боламын. Ұнды көп сеуіп жібермеңіздер қамырға, себебі булочкилеріңіздің қамыры қатты болып қалуы мүмкін. Өте азғантай мөлшерде ғана себіңіздер, қолдарыңызға оқтауға жабысып қалмайтындай. Енді бөлме температурасында жұмсақ болып тұрған сары майды жағамыз, қамырымыздың үстіне барлық жеріне жеткізіп, енді осы сары майдың үстіне жаңағы дайындап алған, яғни сүзбемізді жағып шығатын боламыз. Менде сүзбем жұмсақ, құрғақ, яғни кеуіп тұрған түрде болады сүзбенің. Барлық жеріне сүзбені жеткізіп жаққан соң, енді видеодағыдай әрбір жерінен осылай мейіз сеуіп шықсаңыз болады. Мейіздің кез келген түрін қолдансаңыз болады. Осы уақытта алдын ала пешті қыздырып қойыңыз. Барлық жеріне жақсылап мейіз сеуіп болғаннан кейін біздің булочкимізді рулет секілді орайтын боламыз. Булочки дайындауда ескеретін бір жағдай, қамырына ұнды көп қосып жібермеңіздер, және де қамырын жайғанда ұнды көп сеуіп жібермеңіздер. Қамыр сәл қолға жабысып тұрса, ол деген норма. Енді булочкилерімізді пышақпен немесе жіппен, өткір пышақ болса, әрине пышақпен де кессеңіздер болады. Мен секілді осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Барлығын кесіп бөліп дайындап алған соң, тағы да бір 10-15 минутқа бетін орамалмен жауып қоятын боламыз булочкилеріміздің. Булочкилер қызарып әдемі болып пісу үшін бетіне бір жұмыртқаның сарысымен бір ас қасық сүтті араластырып, шаншқымен қайтадан бір 15 минуттан кейін бетін ашып, булочкиларымызды жаңағы жұмыртқалы массамызды жағып шығатын боламыз. Енді жаңа алдын ала қыздырып қойған пеште 180 градуста булочкилеріңіз қызарғанша өздеріңіздің пештеріңіздің ыңғайына қарай 35-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Осымен біздің өте дәмді булочкилеріміз дайын. Қалауыңызша бетіне қаймақ жағып қойсаңыз да болады. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.